selector. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар. Сіздермен бірге Реал Спорт ТВ. Және бұл біздің онлайн жаттығуларымыздың кезекті бөлімі. Бүгін бірнеше жаттығулардың түрін қарастыратын боламыз. Сіздерден сұрайтынымыз осы жаттығуларды дұрыстап қарап, дұрыстап үйреніп, және балаларыңыздың дұрыстап орындауына көңіл бөлу. Бүгін айта кеткенімізде бірнеше жаттығулардың түрін қарастыратын боламыз. Олардың ең біріншісі өте жеңілінен бастаймыз. Доп ең алдымен ойыншының қолында болады. Допты жерге түсірмей, жай қарқынмен, жай темппен жүгіру қажет болады. Жайлап жүгіргеннен кейін доп қолда жерге соғып жүгіреміз. То есть допты жерге соқтық, қолға алдық, ары қарай жүгіре береміз. Допты соқтық, қолға алдық, ары қарай жүгіре береміз. Жүгірістер өте жай қарқында болу керек, темп өте төмен болу керек. Қатты жүгірудің қажеті жоқ. Көрсетілгендей жайлап жүгіріп допты жерге соғуымыз қажет. Келесісі, допты енді жерге соғу емес, допты ауаға лақтырамыз, жоғарыға лақтырамыз. Дәл осылай жай қарқынмен жүгіреміз, допты ауаға лақтырдық, жоғарыға лақтырамыз. Допты жерге түсірмей қағып алуымыз қажет. Доп қалай жоғарыға ұшты, дәл солай қолымызға түсуі қажет. Келесі жаттығу, допты ешқайда лақтырудың қажеті жоқ. Бір қолымызды созамыз, ең алдымен оң қолды создық, шынтақты бүкпей, допты алақанға салып жүгіруіміз қажет. Доп қолдан түсіп кетпеуі қажет, жай қарқынмен жүгіре беру керек. Содан соң допты дәл солай сол қолға шынтақты бүкпей жүгіреміз. Дәл осы қарқынмен осы жаттығуды жасап бітіреміз. Ендігі жаттығуларымыз доп қолда емес, доп аяқта болады. Дәл осылай жай қарқынмен тек доп аяқта болады. Доппен бірге жүгіреміз. Көрсетілгендей аяқты ұшын бүгеміз, аяқтың үстімен допқа жанасу арқылы доппен бірге ойыншы алға қарай ақырын жүгіру керек. Қайтадан айта кетерлік жайт, бұл жерде бала айтып кеткенімізде қолдарын еркін бүгіп, доп төменде, аяқтың ұшын төменге қаратып, жай қарқынмен жүгіре беру керек. Келесі жаттығуымыз дәл осы доппен жүгіруге байланысты, бірақ бұл жерде кішкентай өзгеріс бар. Бұл жерге ата-аналар сіздердің де үлес қосуларыңыз қажет болады. Яғни бала доппен жүгіретін болады, және сіздер бұл жерде светофор сияқты, бағдаршам сияқты үш түс айтуларыңыз қажет болады. Қызыл деген кезде, қызыл деп айтқан кездеріңізде бала тоқтап қалу керек. Сары деп айтқан кезіңізде бір орында допқа тиіспей, жай қарқынмен жүгіру керек. Яғни бір орында тұрған жерінде жүгіру қажет. Жасыл деген кезде ары қарай жүгіре беру керек. Желтый, зеленый, красный, желтый, зеленый, красный. Бұл түстерді кез келген ретте, өздеріңіз қалай айтқыңыз келеді, сондай бір кез келген ретте айта берсеңіздер болады. Бала соған байланысты ойланып, соған байланысты іс-қимылын жасау қажет болады. Келесі жаттығуымыз, құрметті ата-аналар, бұл жерде де сіздердің көмектерің қажет болады. Яғни бала доппен жүгіретін болады, бірақ баланың алдында сіздер жүріп отыру керек боласыздар. Бір бағытқа жүрсеңіз, бала сіздің артыңыздан доппен бірге жүруі қажет болады. Асықпай бұл жерде де жай қарқынмен, жай темппен бала доппен бірге жүгіру қажет болады, және сіздерде ол баланың алдында өте тез жүрудің қажеті жоқ. Бала доппен жете алатындай дәрежеде, деңгейде сондай бір қашықтықта жүріп отыруларыңыз қажет. Келесі жаттығу. Бұл жаттығуды жасау үшін бізге бірнеше кедергілер қажет болатын болады. Яғни бізде фишка мен конустарды қолданатын болсақ, сіздерде сондай футболшылар, балаларымыз араларынан еркін өте алатындай кішкентай нәрселер қоятын болсаңыздар, және де тепкен кезде сынбайтын бір үлкендеу кедергі қойсаңыздар жеткілікті. Бұл жерде мақсат және жаттығуымыздың жасалу барысы футболшы кедергілер арасынан доппен еркін асықпай өтіп, кедергі біткеннен кейін алда тұрған нысанаға беттеп допты тигізу қажет. Дәл осылай 10 рет, 10 соққыдан кейін 1 минут үзіліс, және қайтадан 10 рет соққы жасау қажет болады.
Осымен біздің онлайн жаттығуларымыз аяқталды. Дұрыстап жасаған шығарсыздар деп үміттенемін. Барлығы түсінікті болған шығар деп үміттенемін. Жасап болғаннан кейін міндетті түрде видеосын түсіріңіздер және бізге жіберуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Көріскенше.